Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздермен торттың сыртын осылай қара түспен қаптайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдай отырыңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майға қант ұнтағын қосып, жақсылап миксерлейміз. Ағартып миксерлеген соң, салқын творожный сырымызды қосамыз. Мен калех пайдаланамын, сіз кез келген творожный сырды пайдалансаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз, ешқандай түйіршік қалмау керек. Жан-жағын жинап, енді осы қоспамызға салқын сливкемізді қосып, қоймалжың масса болғанша миксерлейміз. Креміміз дайын. Енді дайын кремнің 1/3 бөлігін бөлек ыдысқа салып аламыз. Кремді арнайы кондитерлік қалташаға салып, тортымызды қаптауға кірісеміз. Торт міндетті түрде холодильникте кемінде 7-8 сағат тұруы қажет. Міне менің тортым холодильниктен шықты. Енді черновой вариантын қаптап аламыз. Алдымен видеодағыдай етіп кремнің бәрін жағып аламыз. Сосын шпательдің көмегімен тортты тегістейміз. Тортымызды тегістеп болғаннан кейін, тағы да мұздатқышқа 20 минуттай салып аламыз. Енді осы аралықта сыртын қаптайтын кремді дайындаймыз. Ол үшін алып қалған кремді 2 бөлікке бөліп, бір бөлігіне құрғақ қара красительді, бір бөлігіне какао ұнтағын қосып, лопатканың көмегімен екеуінде жақсылап араластырып алу қажет. Менің ыдысым кішкене тарлау болды, сол үшін кеңдеу ыдысқа салып алып, 2 қоспаны қосып жақсылап араластырып алдым. Сондай-ақ достар, менің каналымда көптеген тегін торттардың оригинал рецепттері бар. Каналыма тіркеліп, менің рецепттерім ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Тортымыз мұздатқыштан шықты. Дайын кремді үстінен жағып, шпательдің көмегімен тортымызды тегістейміз. Міне тортымыз дайын. Тағы 15-20 минутқа мұздатқышқа салып қоямыз. Қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Сіздермен болған Айнұр. Қош, сау болыңыздар.